Басты ақпарат арнада Ньюсток жалғастырамыз. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары президенттің бейбітшілік қозғалысы атты идеясын бір ауыздан қолдады. Елордада өткен 8-ші съездің қорытындысы бойынша тиісті декларация қабылданды. Өзекті мәселелерді шешу жолын ұсынған құжатта нендей шаралар қолға алынды. Дін көшбасшылары қандай мәселелерге ерекше назар аударды. Осы және өзге де сұрақтарға Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы, теолог Мұратбек Қыстаубаев жауап береді. Ол бізбен қазір тікелей байланысқа қосылды. Қайырлы таң. Ең алдымен президент ұсынған бейбітшілік қозғалысы идеясының маңызына тоқталсақ, бұл идеяны әлемдік діндер көшбасшылары бір ауыздан қолдады. Қайырлы таң. Жер бетіне бейбіт өмір орнату ол күллі адамзаттың қажеттілігі. Бұл ортақ келісім мен өзара түсінік аясында орындалатын іс. Кез келген келіспеушілік жағдай келісіммен, даналыққа негізделген диалог негізінде шешілетіні мәлім. Жер бетіндегі ұлттар мен ұлыстар бір мақсатқа ұйымдасқанда әлемде береке орнайды. Жалғыз жер бетіне бейбіт өмір сыйлау адамзаттың ол өз қолындағы дүние. Қазақ елінің бастамасымен өтіп келе жатқан әлемдік діндер және дәстүрлі діндер көшбасшыларының арқылы жиыны адамзатты бірлік пен ынтымаққа шақыратын берекелі алаң болып келе жатқаны соның айғағы. Қазақ болмысынан ымырашыл, бірлік пен берекені жақтаушы халық. Біз ұйымдасқан ұтады, ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді деген аталы сөзді ту етіп, әр күннен жақсылық көткен жұртпыз. Жалғасқанды жарастыру, араздасқанда арағайын бола білу, ол қанымызда бар қасиеттердің бірі болып саналады. Кез келген дәстүрлі дін халықты адамгершілік пен ізгілікке үндейді. Дін адамзаттың адамдық қасиеттерді қалыптастыратын теңдессіз тәрбие мектебі. Демек, біз діннің осынау қуатты күшін адамдар арасындағы достық, өзара сыйластық және құрметті арттыруға бағыттауымыз керек. Мұратбек Мұхтарханұлы, декларацияда діни дипломатия, жасанды интеллектіні дамыту этикасы жөнінде комиссия құру мен климат өзгерістерімен күрес сияқты бірқатар маңызды бағыттар қамтылған. Мұны жүзеге асыру үшін діни қызметкерлер қандай жұмыс атқаратын болады? Жалпы ол декларация қабылданды. Бұл жерде енді діни қызметкерлердің атқаратын жұмыстары, ол жаңа осы жерде айтып өткеніндей, климаттық өзгерістерге және қоғамдағы бұл діннің өзінің қоса алатын үлесі, бұл жерде жастардың қосатын үлесі, еліміздің дамуына, жалпы әлемдегі болып жатқан жағдайларға өзінің қоса алатын үлестеріне байланысты муфтият Қазақстан мұсылман діни басқармасы өзінің үлесін ол салада міндетті түрде қосатын болады. Съезде деструктивті ағымдар мен зорлық-зомбылықпен күрес қазіргі дағдарыстарды реттеу мүмкіндіктері кеңінен талқыланды. Осы орайда елде қандай шаралар атқарылады? Енді мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы Атырауда өткен ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында мынандай сөз сөйлеген айтқан екен. Біз бабаларымыздың мың жылдық діни білімі мен рухани бағдарына арқа сүйеуіміз керек. Еліміздің рухани бірлестігін сақтап, оны нығайта түсеміз дейтін болсақ, түркі халықтарының көптігінің, соның ішінде қазақтың дәстүрлі діні суннитік бағыттағы ханефи мазхабына дейін қоюымыз қажет деген болатын. Енді президент айтқандай, ханефи мазхабына тән дүниеге ақыл парасатпен қарау, еркін ойлау секілді қасиеттер ислам өркениетінің қайта бөлуіне жол ашады. Бұл екі мәселеде қазіргі қазақ қоғамы үшін аса маңызды дүние. Осы ретте жас буын өкілдеріне айтарымыз, бұл дінге ақыл парасатпен қарап, әрдайым Құранға жүгінгендеріңіз, себебі Құран кәрімде ақыл иелері үшін ғибрат бар делінген. Енді әрдайым бұл Құран адамды ойлануға, зерделеуге, пайымдауға шақырады. Енді біз бұл жастарымызды, болашағымызды жат ағымнан қорғаймыз дейтін болсақ, ол біздің өзіміз ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүрлерімізді насихаттап, соны жаңғыртып, жастарға осы жағынан көп бағыттар беруіміз қажет. Жастардың діни сауатын ашу өзекті мәселелердің бірі. Съез аясында жас дін басыларының форумы да ұйымдастырылды. Жастар теріс ағымдарға бет бұрмас үшін қандай жұмыстар қолға алынды?
Енді қазақ айтпақшы, жас келсе іске дегендей, қайсыде болсын жастардың үлесі үлкен. Олар көп деген емес, өзінің тәуекелшілдігімен, табандылығымен және қайсарлығымен мықты. Тарихтың қайсы бір қатпарына көз салсақ та жастардың қатысуынсыз ешқандай іс бітпегенін көреміз. Енді бүгінгі таңда жастар халықаралық аренада да елеулі және ықпалды күшке айналып жатыр. Жас ұрпақтың әлеуметтік белсенділігі, қоғамдық дамудың маңыздылығы, қозғаушы күші. Сондықтан интеллектуал, жан-жақты дамыған жас ұрпақ тәрбиелеу жалпы ұлттық мемлекеттік ауқымды міндет. Енді жастарымызға біз бұл жаңағы жат ағымның зияны, оған қоғамға келтірер зияны және ата-бабамызға дәстүрдің қайшы келетін тұстарын ақпараттық түсіндіру жұмыстары арқылы және телевидение арқылы барлық бағыттарды бұл нәрсені түсіндіреміз. Қазіргі енді бұрынғы уақытпен салыстырған кезде қазіргі адамдардың, жастарымыз деп айтамыз, қоғамның бұл жат ағым мәселесінен хабары, яғни көзі әлдеқайда ашық, бұдан көп нәрседен хабардар. Мұратбек Мұхтарханұлы, уақытта бізбен тікелей байланысқа қосылып, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста болған Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы, теолог Мұратбек Қыстаубаев болды.